Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін Smiles People's Book оқулығынан 82-83 беттегі тапсырмаларды орындайтын боламыз. Келесі шығатын сабақтардан қалмас үшін мен арнама тіркеліп қойыңдар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Healthy World, яғни сау әлем. Exercise number 1. Look at the picture. Answer the questions. Яғни 82 беттегі суретке қараймыз. Және сұрақтарға жауап береміз. Where are the children? Балалар қайда отыр? They are in the school canteen. Олар мектеп асханасында отыр. Екінші сұрақ. Can you name any of the food? Суреттегі тағамдардың аттарын айта аласың ба? Яғни балалар не жеп отыр? Балалар. Sandwich, salad and tomato orange. Sandwich, салат және қызанақ, мандарин. Үшінші сұрақ. Is the food healthy? Yes, the food healthy. Яғни тамақ пайдалы ма дейді? Я, пайдалы. Төртінші сұрақ. What do you usually eat at school? Сен әдетте мектепте не жейсің? Sausage and apple juice. Сосиска тесте және алманың соғы. Exercise number 2. Read and choose. There are 2 extras. Оқы және таңда. Екі сөйлем артық бұл жерде. Соны алып тастаймыз, жазбаймыз. Healthy eating gives your body what it needs to work properly. Яғни дұрыс тамақтану ол сенің денеңе дұрыс жұмыс жасау үшін қажеттіні береді. Я, дұрыс. Екіншісі, healthy eating gives you more energy. Дұрыс тамақтану ол саған көп энергия береді. Бұл да дұрыс. Үшіншісі, healthy eating makes you fat. Дұрыс тамақтану ол сені семіртеді дейді. Яғни бұл дұрыс емес. Бұны жазбаймыз. Төртіншісі, healthy eating stops you getting sick. Сені ауру қылмайды. Дұрыс. Healthy eating makes you feel sad. Сені мұңайтады. Дұрыс тамақтану сені мұңайтады. Бұл дұрыс емес. Яғни 3 пен 5-ті жазбаймыз. Exercise 3. Make sentences to complete the poster. Яғни бұл жерде сөйлемдердің сөздері дұрыс берілмеген, соларды дұрыс құрап жазамыз. Eat more fruit and vegetables. Жеміс жидек және көкөністерді көбірек же. Екіншісі, get active every day. Күнде қозғалыста бол. Үшіншісі, drink a lot of water. Суды көбірек іш. Төртіншісі, sleep 10 hours. 10 hour. 10 сағат ұйықта. Яғни бұл денің сау болу үшін осы 4 нәрсені орындау керек. Exercise 4. In pairs, write 2 more ways to a healthy body. Dry picture. Present them to the class. Яғни деніңнің сау болу үшін 2 нәрсені жазуымыз керек. Оның суретін салып, сыныпқа көрсетуіміз керек. Get up early. Do exercise. Don't eat sweets and sugar. Яғни азында ерте тұру керек, жаттығу жасау керек. Сондай-ақ тәттіні жемеу керек және қантты жемеу керек. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Қош сау болыңдар.